Tаяğı günlerde Senat öz жұмысын тоқтатып, осы еліміздің 30 жылдық тарихындағы осы қалады деп, Сенат тарихта қалады осымен деп. Енді Сенат болмайды дегенді айтып жатыр да. Мәселе тарихта немен қалады деген сұрақ туады. Әрине жақсы істер болса, мынандай істеп еді, мынандай сенаторлар болып еді десе, халық оны ұмытпайды. Иә, олар жұмыс істеп еді деп айтады. Ал енді бір жағынан ақырындап жұмыс істеп жатса да түк істемеді деп айтпай-ақ қояйық енді оларды. Екінші бір жағынан халықтың оларға берген бағасы бар ғой, қарапайым халықтың. Сенатты олар былай деп айтатын, қарапайым халық. Бұл пенсионерлердің отыратын жері деп айтатын еді. Бәленбай рет министр болған, бәленбай рет депутат болған адам өз жағымпаз, Назарбаевты мақтайды да жүреді. Енді сондай адамдар керек қой. Оны қайда жібереді енді? Үйіне жіберсе, ол ақшасыз отыра алмайды. Ана жерде бос ақша айту, алып жүре береді. Сол сенатқа барады, депутатқа жібереді. Сол жерде көп пенсионерлер, аташкалар деп айтады ғой енді. Қазір болса аташкалардың демалып отыратын жері болды ғой енді. Оны неге жасырамыз оны? Күлкілі нәрсе бұл енді. Әлгі тарихтан кететін кезде күлкімен кетеді деп айтады ғой. Күлкілі жағдайға ұшырап барып кетеді дейді. Совет өкіметі күлкілі жағдайларға ұшырап барып кетті ғой. Сол сияқты 30 жылғы біздің сенатымыз күлкілі жағдайларға ұшырап осылай кетті. Енді жаңа дәуір басталады, жаңа бетбұрыс деп айтады. Осы мынандай бір саясат болып еді Назарбаевтың кезінде. Қайта құру деген саясат болды ғана ненің кезінде, Совет өкіметінің кезінде. Анада да бір саясаттар болды. Жаңғыру, рухани жаңғыру деп. Сол сияқты бірдеңелерді ойлап тауып айту, алдыға қарай басып келе жатырмыз ғой енді. Бұның бәрі неге күлкіге ұшырайды, неге халықтан қолдау таппайды? Себебі бұлар төменнен басталмағанда көбі. Халықпен байланысы жоқ. Сол себепті елде жатқан, ауданда жүрген, облыста жүрген, өндірісте жүрген адамдармен байланысы жоқ. Әйтеуір маңайына бір ұраншыл біреулерді ертіп алады, биліктегі адамдар, соның бір проектін ойлап табады, соның әлгі проектіні мақтайды, сондай бір саясаттармен айналысады. Бұл енді дамыған елдерде, кейбір шет елдерде қолданатын, былай айтқанда, саяси технология ғой. Енді жаңа бетбұрыс болады деп айтқанына келейік. Мына көп нәрсенің атын ауыстырып жібергеннен, сенатты құрылтай деп айтқаннан, айталық, конституцияны өзгертіп тастадық дегеннен сырт белгісін, бір қаланың атын өзгертіп тастадық, ана қаланың атын өзгертіп тастадық дегенмен оның ішкі мәні өзгеріп кетпейді ғой. Сол қаланың аты өзгергенмен қаланың баяғы тұрғындар, сол адамдар. Айталық, конституцияның мазмұны жаңарғаныменен бұл мына уақытша биліктің ғана деген жүргізетін конституция болып тұр. Онда айтылды, онда жөндейік деп айтылды халықтың тарапынан, бірақ ол асқан жоқ ешкім. Ал енді алдағы уақытта қандай не болады? Не күтеміз? Мына партияларды жаңартамыз деп, оның басшыларын жаңартып жатыр.
Олардың ішінде оппозициялық партиялар жоқ. Олардың бәрі тентіреп жүр, оппозициялық партиялардың бәрі сотталып, өзінен өзі тозы шығып сөйтіп жүр. Егер оппозициялық партия болмайтын болса, оппозициялық партиялардың мүшелері айталық парламентке өтпейтін болса, мемлекеттік қызметтерде олар жүрмейтін болса, онда ешқандай да даму болмайды. Жемқорлықтың үстінде жемқорлық бола береді. Бұл әлемдік бүкіл дүние жүзіне тән саяси система бұл. Яғни оппозициялық болу керек. Оппозицияны бет алды қудалауға болмайды. Осыны үйреніп алу керек, осыны үйрену керек. Оппозицияны қанша жек көрсе де, қанша ұрлығын ашқанына наразы болса да, билік оппозицияны сыйлай білу керек. Оппозиция деген ол өзінің қарсыласы. Адам өзінің қарсылас адамын сыйлай білу керек. Оппонент дейді оны. Біздің сыйлауға үйрену керек басқалардың көзқарасын. бір ғана партияға шығып, соның ғана айтқаны дұрыс болып, соның ғана істеген ісі жүре беріп, ылғи бәрі бірігіп алып, жақтастарын, жағымпаздарды жинап алып, қазынаны тонағанмен мемлекет дамып кетпейді ол. Сондықтан оппозициялық партияларды тіркеп, мемлекеттік аппараттардағы демократиялық құндылықтарға көп көңіл бөлу керек біздің басшылар. Сонда ғана кішкене алдыға қарай басып, алдыға қарай жүру болады. Мына әбіл деген киноны көрсетіп жатыр. Сонда 90-шы жылдардағы ауылдағы жекешелендірудің көрсетіп жатыр. Шын мәнінде дұрыс кино бұл. Былай үзінділерін көріп жатырмыз. Осындай кинолар көбейе беру керек. Бұл киноға неменеге қарсыласып, осыншағы жаңағы бұл кино жайында бір жағымсыз ақпараттар шығаруға тырысып жатқан адамдар бұл қазақ киносының, қазақ өнерінің шыншыл болғанын қаламайтын адамдар. Қазақ мәдениетінің дұрыс жолымен таза жолға шығуына мүмкіндік берудің орнына оған бөгет жасап отырған адамдар деп айту керек оларды.